Сіз үшін ең қорқынышты сөз қандай? Мүмкін соғыс, мүмкін жалғыздық, ол да дұрыс. Бірақ қазіргі кезде ең қорқынышты сөз ол кейін. Себебі ол сіздің өміріңізді босқа құртады. Маңызды нәрселерді, уақытыңызды күйедей күйдіреді. Қарапайым ғана мысал, үй шаруасындағы әйелдер істі кейінге қалдырса не боларын жақсы білеміз. Айталық, кофені дайындаған мезетте ішпесек не болады? Әрине, ол суып қалады және бастапқы қалпына келуі екі талай, дәмі де бұзылады. Кейін, мәңгілікке кейін қалдырылған өмір. Ауруханаға кейін барамын, балаларыммен кейін де қыдыра беремін. Өзіме содан соң қараймын. Бірақ кейін ешқашан келмейді. Дәл қазір айнаның алдына барыңыз. Өзіңізге мұқият қараңыз. Сіздің өз арманыңыз, өз қалауларыңыз бар. Оны кейінге қалдырсаңыз, 2, 5, 10 жылдан кейін керегі болмай қалады. Қарапайым ғана мысал. Бір қазан сүтті бір құмалақ бұзады. Сол секілді сіздің арманыңыз да бұзылып кетеді. Қанық түстері солғын тартып, хош иісі сасый бастайды. Сізге оны қоқысқа тастаудан басқа ештеңе қалмайды. Дәл қазір кейін түсінігін қазір сөзіне алмастырыңыз. Бұл сөзді тіліңіз үйреншікті түрде айтып қалса да, дереу өзіңізді тоқтатуға тырысыңыз. Ол сөзді ұстап қалып, бұл әрекетті қазірде орындай алатыныңызды ескеріңіз. Күшіңіз бен уақытыңызды, өміріңізді жақсы жағына бұруға арнаңыз.